Жаңа жылмен байланысты ырым-тыйымдар, нанымдар өте көп. Солардың бірсыпырасын еске түсірейік. Сонымен 31 желтоқсанда не істеуге болмайды? Жаңа жыл түні сергек жүріп ұйықтамауға тырысыңыз. Жаңа жылдық дастарханыңыз дәмді мен тәттіге толы болсын. Бұл да келер жылы үйіңізде береке мен молшылық болады деген сөз. Жаңа жыл алдында үйдегі жарық, сынық, ыдыс-аяқтан құтылуға, терезелер мен айнаны жуып тазалап қоюға кеңес береміз. Жақындарыңызбен сөзге келіп қалмаңыз. Әйтпесе келесі жылы өміріңізде ұрыс, керіс, кикілжің көп болуы мүмкін. Кешкі сағат 18-ге дейін қоқыс шығармаған абзал. Себебі қоқыспен бірге үйден сәттілік те кетеді деген наным бар. Бұл күні ешкімге қарыз бермеңіз, тіпті ең жақын адамдарыңыздың өзіне де.